Белгілі айтыскер ақын Мұхамеджан Тазабек әлеуметтік желідегі парақшасында марқұм құдасы Әлімбек Омарға арналған жүрек жарды жазба жариялады. Бұл туралы Politico.kz сайты хабарлайды. Ақынның айтуынша, ол Әлімбек Омармен ширек ғасырға жуық аға інідей араласып, кейін құдандалы болып, бір-біріне ет жақын туысқа айналған. Ширек ғасыр аға іні болып сыйласып, соңғы жылдары құда болып, тіпті ет жақын туысқа айналған Әлімбек Омар көкем кеше рабысына аттанды. Ол мен көрген ең бақытты, ең берекелі жандардың бірі еді, деп жазды Мұхамеджан Тазабек. Ақын марқұмның ата-анасына деген құрметін, ел мен дін жолындағы еңбегін ерекше атап өтті. Әкесі Далбай Ақсақал мен анасы Бүбираны алақанына салып, өмірден өткенше батасын алып өтті. Ағайынның ұйытқысы болып, елді иман мен ізгілікке ұйыстырды. Қордайдың Алға ауылынан бастап, Астананың төріне дейін жазғы лагерлер ұйымдастырып, мыңдаған отбасының баласына әдеп пен иба үйретті. Жүректерін Құран нұрына толтырды, дейді ол. Сондай-ақ ақын Әлімбек Омардың мінезі мен адамгершілік болмысын ерекше тебіреніспен сипаттады. Мінезі шын мәнінде көркем еді, досты сағындыратын, дұшпанды да дос қылатын қасиетке бай болатын. Үлкендер алдыға салып, кішілер кісілігінен үлгі алатын. Алла тазартып алайын дегендей, соңғы 5 жыл дертпен күресті. Ақыры сол ауыр сынақ алып тынды, деп жазды ол. Жазбасының соңында Мұхамеджан Тазабек марқұмның отбасы мен жақындарына көңіл айтып, ақ тілегін жеткізді. Берекелі әулеттің берері де, көрері де таусылмасын. Әлімбек ағамның туған туыстарына, жары Рая тәтеге, перзенттеріне қайғырып көңіл айтамын. Алла тағала рахымын алып, Фирдаус жәннатын нәсіп етсін. Иманды тұлғаның ізгі істері өлмесін, деп түйіндеді ақын. Қадірлі көрермендер, Мұхамеджан Тазабектің бұл жазбасы жай ғана қоштасу емес, адамға ой салатын, жүрекке жететін естелік деп қабылдадым. Марқұм Әлімбек Омардың өмір жолы, елге, дінге сіңірген еңбегі қарапайым тілмен шынайы жеткізілген екен. Осындай жазбалар арқылы біз адам артында қандай із қалдыру керегін түсінеміз. Байлықпен емес, атақпен емес, жақсы мінезімен, пайдалы ісімен есте қалу нағыз бақыттың өлшемі сияқты. Ақынның сөзінен достыққа адалдық, туыстыққа беріктік анық сезіледі. Бұл жағдай көпшілікке бір сәт ойлануға себеп болады деп ойлаймын. Адам баласы пенде ғой, бірақ артында қалатын сөз бен іс мәңгілікке жуықтайды. Әлімбек Омардың балаларға тәрбие беріп, елді имандылыққа шақыруы үлкен сауапты іс. Осындай адамдардың өмірі насихатталуы керек. Қайғы иелеріне сабыр тілей отырып, марқұмның жақсылығы мен жасаған еңбегі ұмытылмай, кейінгіге үлгі болса екен деймін.